көрші Қырғызстанда автокөлік салығынан азаматтарын босатып жатыр ғой. Енді біздің елде мына қосымша құн салығының өсуі бұл біздің экономикамыздың қандай да бір тығырыққа тіреліп тұрғандығын көрсетпей ме? Бұл енді былай қарағанда үкіметтің амал жоқ тірлігі. Себебі жаңа айттым ғой, бюджеттің тапшылығы бар. Сол бюджеттің тапшылығын жабу керек болып жатыр. Әрине енді тек қана бюджеттің шығыстарын қысқартумен онымен шықпайды. Жалпы негізі сондай ойлар бар. Бірақ енді оны қайталаймын, ол тек қана біз олар ғана, үкімет қана осындай шешім қабылдады деп қабылдамай, оны дәлелдеу керек. Оны бізге есептеп берсін. Мүмкін ол бизнес қауымда да қазір шында да біраз шығып жатыр бізге. Оны көтеру қиын болады бізге деген. Баға өседі, оны ашық айту керек мысалға. Одан бөлек жаңағы тарифті көбейтейін деп жатыр ертең, коммуналдық тарифтерді. Одан бөлек жаңағы жағар жанармайдың бағасын өсірейін деп жатыр енді. Оның бәрі түсінікті, ол нарықтың тірлігі. Бірақ та ол қалай халыққа әсер етеді. Сол жағында да оның нәтижесі қалай болады, сол жағында қарастыру керек. Жақсы ма?